Сәлеметсіздер ме, құрметті 5 сынып білім алушылары. Бұл видеода біз сіздермен жай бөлшектерді ортақ бөлімге келтіруді үйренетін боламыз. Бірнеше жағдайларды қарастырамыз. Видеоның соңына дейін қарап, жақсылап үйреніп алыңыздар. Қарастыратын бірінші жағдайымыз ең оңайы және жиі кездесетіні бөлімдердің үлкені кішісіне қалдықсыз бөлінсе. 3 мысал қарастырамыз. Соның біріншісі, қараңыздар. Бұл жерде біз бөлімдерін қарап тұрсақ 25 пен 5 болып тұр. Үлкені 25, кішісі 5-ке қалдықсыз бөлінеді. Ол кезде біз ортақ бөлім таңдаудың бірінші қадамы екеуіне ең кіші ортақ еселік түрінде 25 пен 5 үшін ойланбастан үлкенін таңдаймыз. Яғни 25-ті ең кіші ортақ еселік ретінде, екеуіне ортақ бөлім ретінде таңдайтын боламыз. Таңдаған ортақ бөлімімізді біздің бөлшектің бөлімдеріне жеке-жеке бөліп, толықтауыш көбейткіштер табамыз. Мысалы, бірінші бөлшектің толықтауыш көбейткіші 1-ге тең. Ал екінші бөлшектің толықтауыш көбейткіші 25-ті 5-ке бөлген кезде шығады 5 болып. Оны да алып келіп жазамыз. Ал енді осы толықтауыш көбейткіштерге бөлшектің алымында, бөлімінде көбейту арқылы жаңа ортақ бөлімге келтірілген, яғни бөлімдері бірдей бөлшектер пайда болады. Сонымен біздің бөлшектің біріншісі толықтауыш көбейткіші 1 болғандықтан өзгеріссіз жазылды, ал екінші бөлшекті бөлімі 25, екеуінің бөлшектің бөлімдеріне мұқият қараңыздар, бірдей болды, яғни ортақ бөлімге келтірілді. 3-ті 5-ке көбейттік, екінші бөлшегіміздің алымы енді 15 болды. Сонымен есеп аяқталды. Келесі мысал. Сонымен 3 мысалды да қарастырып біттік. Үшеуі де түсінікті болды деп ойлаймын. Бұл бізде бірінші жағдай еді. Келесі жағдайды қарастырайық. Бұл бізде бөлімдердің бірі немесе екеуі де жай сан болса деген жағдай. Енді қараңыздар, жай сан ұғымын біз өткен видеоларда қарастырғанбыз. Қайталап алсаңыздар болады. Бұл жерде енді бізде бөлшектің бірінші мысалымызда қарайтын болсақ, бөлімі 8 бен 3. Бұл жерде 3 саны жай сан. Енді ортақ бөлім табудың бірінші алгоритмі бойынша 8 бен 3-ке ең кіші ортақ еселік ойланбастан екеуінің көбейтіндісін таңдаймыз. 8-ді 3-ке көбейтсек 24. Ары қарай осы тапқан 24 деген ортақ бөлімімізді әр бөлшектің бөліміне бөліп, толықтауыш көбейткіштерін тауып жазып қоямыз. Мұқият қарап байқаған болсаңыздар, бұл жерде бөлімдер бір-біріне өзара ауысып көбейтілді. Пайда болған жаңа бөлшектіміздің екеуінің де бөлімі 24 болып, бірдей бөлімге келтірілді. Алымдары 7 мен 3-тің көбейтіндісі 21 және екінші алым бізде 2 мен 8-дің көбейтіндісі 16 болады. Сонымен есеп аяқталды. Сонымен 3 мысалды да қарастырып біттік. Сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Келесі жағдайды қарастырып бастайық. Бөлімдері құрама сандар болса. Құрама сан деген не екенін де ұмытып қалған болсаңыздар, алдыңғы видеодағы жай сан және құрама сан деген видеоны бір көріп шығыңыздар. Бірінші мысалда бізде бөлшектің бөлімдері 4 және 6 болып тұр. Демек, ортақ бөлім табудың бірінші қадамы бойынша біз ең кіші ортақ еселік табуымыз керек оларға. Ол үшін біз тек 6, яғни үлкені үшін еселік іздеп бастаймыз. 6-ның өзі 4-ке қалдықсыз бөлінбейді. Ары қарай 6-ның екінші еселігі 12 болады. Ол 4-ке қалдықсыз бөлінеді. Демек, осы жерден біз еселік іздеуді тоқтатып, көп нүктені қойып жақшаны жабуымыз арқылы таңдаймыз 12 деп, екеуіне ортақ бөлім ретінде. Тапқан ортақ бөлімімізді біздің бөлшектің бөлімдерінің екеуіне де бөліп, толықтауыш көбейткіштерін жазып қоямыз.
пайда болған екі бөлшегіміздің де бөлімдері 12 болады, ал алымдары 3 пен 3-тің көбейтіндісі 9 және 1 мен 2-нің көбейтіндісі 2 болады. Келесі мысалдарды қарастырайық. Сонымен бұл жағдайға да 3 мысалды қарастырып біттік. Түсінікті болды деп ойлаймын. Біз қарастыратын ең соңғы жағдай, 4-ші жағдай, бөлімдері өзара жай сандар болса. Бұл жерде өзара жай сан дегеніміз екеуінде бірден басқа ешқандай санға біз қалдықсыз бөле алмаймыз. Бұл жерде енді бірінші мысалымызда 25 пен 16. Екеуінде тек бірге бөлген кезде ғана біз қалдықсыз бөле аламыз. Басқа ешқандай санға қалдықсыз бөле алмаймыз. Ол кезде біз екеуіне таңдайтын ең кіші ортақ еселігіміз өткен жағдайларға ұқсап кетеді. Екеуінің көбейтіндісі болады. Бұл жерде енді 25 пен 16-ның көбейтіндісі 400-ге тең. Демек, біз таңдайтын ортақ бөлім 400 екен. Екеуінің де толықтауыш көбейткіштерін бөліп көріп, қазіргі бөлшектің бөлімдеріне тауып алайық. 400-ді 25-ке бөлсек 16, 400-ді 16-ға бөлетін болсақ 25 келіп шығады. Бұл жерде де бөлшектің бөлімдері өзара ауысып бір-біріне көбейтілді. Ал енді пайда болған жаңа бөлшектеріміз, біріншісі 400-ден 48, екінші бөлшегіміздің де бөлімі 400 болады, ал алымы 125. Екінші мысал, бұл жағдайға тек қана 2 мысал қарастырып отырмыз, өйткені бұл жағдай жиі кездесе бермейді. Сонымен құрметті білім алушылар, біз сіздермен жай бөлшектерді ортақ бөлімге келтірудің бірнеше жағдайларын қарастырып біттік. Барлық қарастырылған мысалдар түсінікті болды деп ойлаймын. Әлі де түсінбеген жерлеріңіз болса, видеоны қайта қарап, сұрақтарыңыз болса комментарийге қалдырып, видео ұнаған болса, пайдалы болса, міндетті түрде лайк басып, қолдау көрсетіп қоюды ұмытпаңыздар. Каналға міндетті түрде тіркеліп алыңыздар.